Бақыт Лайф арнасына біздің подкасттарға қош келдіңіздер, құрметті достар. Өткен шығарылымда біз қазіргі әлемдегі адамгершіліктің маңыздылығы туралы айттық. Бүгін біз оның маңызды аспектілерінің бірі эмпатияға назар аудара отырып, талқылауды жалғастырамыз. Эмпатия енді сезімталдық десек те болады. Неліктен сезімталдық соншалықты маңызды? Және ол біздің өміріміз бен қоғамымызды қалай өзгерте алады? Мұны анықтайық. Анықтамадан бастайық. Сезімталдық, сондағы эмпатия бұл басқа адамдардың тәжірибесін түсіну және сезіну қабілеті. Бұл жай ғана сезім емес. Сезімталдық бізден басқа адамның орнына тұруға, олардың эмоциялары мен тәжірибелерін түсінуге тырысуды талап етеді. Сезімталдық біздің күнделікті өмірімізде үлкен маңызға ие. Сезімталдық шешуші рөл атқаратын бірнеше мысалды қарастырайық. Бірінші мысал. Жеке қатынастар. Жеке қарым-қатынаста достық, отбасы, немесе романтикалық байланыстар болсын. Сезімталдық негіз болып табылады. Бір-бірімізді сезімдерімізбен, тәжірибелерімізді түсінігенде біз байланыстарымызды қолдай және нығайта аламыз, сол емес пе? Сіздің досыңыз қиын кезеңдерді бастан өткеріп. Енді қиын кездерді бастан өткеріп жатқанын елестетіп көріңізші. Мұндай жағдайда жанашырлық таныту, сіз оны тыңдап қана қоймай, онымен не болып жатқанын түсінуге тырысатындарыңызды білдіреді. Бұл қарапайым жанашырлық немесе нақты көмек болуы мүмкін. Адамдар өздерін түсінгенде, сезінгенде. Бұл сенімділікті арттырады және терең қарым-қатынас жасайды. Екінші мысал, енді жұмыс ортасы деп елестетейік. Енді біздің айналамызда көбінесе не? Туыстар, достар, енді жұмыс орталығы сол емес пе? Болмаса айнала. Сонымен жұмыс ортасы. Жұмыста сезімталдық та маңызды. Бұл қолдау көрсететін және өнімді жұмыс атмосферасын құруға көмектеседі. Мысалы, егер сіздің әріптесіңіз бірден сынға алудың орнына тапсырмаларды орындауда қиындықтарға тап болса, оның қиындықтарының себептерін түсінуге тырысыңыз. Оның жеке мәселелерін, сондағы проблемалары немесе жұмысты орындау үшін ресурстардың жетіспеушілігі болуы мүмкін. Қарапайым күші жетпеуі мүмкін. Шамасы келмеуі мүмкін. Жанашырлықпен сіз әріптесіңізге мәселені шешуге көмектесетін қолдау мен шешім ұсына аласыз, сол емес пе? Бұда ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Жай ғана бұл енді өткендегенде адамгершіліктің бірі деп ойласақ та болады, бірақ оның өзі аты бар, сезімталдық. Бұл оның өнімділігін жақсартып қана қоймай, командалық сондағы рухты нығайтады ғой. Үшінші мысал, әлеуметтік және айналадағы қатынастар десек те болады. Сезімталдық жалпы қоғам деңгейіне де айтарлықтай әсер етеді. Қоғамдық қызмет пен еріктілікте сезімталдық бізге басқа адамдардың қажеттіліктерін түсінуге және көмектесудің жолдарын табуға көмектеседі. Біз былай айтқанда өзіміз соны байқамай, бірақ бізде бір қысым бар ма, басқалардан ұялу, қысылу болмайды, бір түрлі болып көрінеді дегенде, біз айналадан бір тәуелдіміз ба сондай айналаға. Айнала не ойлап қалады, мен не кисем болады деп. Сіз өзіңіздің өміріңізге өзіңіз иесіз бе, өзіңіз шеше аласыз ба? Мен мынаны киемін деп, мен бүйтем деп. Жоқ, ана ол ойлайды деп. Үйленгеннің өзінде де, жанұяға келгеннің өзінде де айналаны ойлаймыз былай айтқанда. Әйел таңдаған кезде, мысалы, қыз таңдаған кезде ер балалар. Фигурасы аса емес екен, достарым ертең сенемін, қыз қақтап алғансың деп айтады ғой деп. Болмаса қыз баланы мынау қақтап алғансың жігітті деп. Сонда өзіне ұнайтын емес, басқаларға ұнайтын. Басқалардың мінезімен өмір сүреді бүгін адамдар. Келісіңіздерші, сондай болып көрінеді. Сондықтан адамгершілік пен сезімталдық бүгін аз өте. Мысалы, қайырымдылық жобаларына қатысу бізден әлемді көмектесетіндердің көзімен көру қабілетін талап етеді. Бұл үйсіздермен жұмыс істеу, аз
қамтылған балаларға көмектесу немесе мүгедектерге қолдау көрсету болуы мүмкін. Сезімталдық бізге ресми тапсырмаларды орындауға ғана емес, адамдардың өмірін жақсы жаққа өзгертуге мүмкіндік береді. Рас, сонда енді волонтер дейді ғой бүгінгі енді орыс тілінде айтып кеткенде, қазақ тілінде енді нақты есімде жоқ қазір бұл сөздің аудармасы енді ақы алмай жай ғана көмектесетін да, енді сезімталдық адамдар. Бүгін бара-бара көбейіп жатыр, рас. Арнайы топтар бар, арнайы енді әлеуметтік желілер бар. Өздерің біз осындаймыз, осындай көмектесуге дайынбыз деп барып, енді айналасында ешкім жоқ, жалғыз басты егже жастағы енді үлкен жастағы апаларға, аталарға көмектесуге барады. Үйлерін жинап беруге, тамағын істеп береді. Сондай қоғамдар бүгін тегін істейтін. Болмаса біреу адасып кетті ме, енді болмаса жоғалып қалды ма, оларды іздестіруге көмектеседі. Сонда енді мысалдар келтіре берсек бүгін айналада көп. Сонымен сезімталдың қалай дамытуға болады. Енді сондағы біз сезімталдықтың маңыздылығын талқыладық, оны қалай дамыту керектігі туралы сөйлесейік. Белсенді тыңдау. Біреу сізбен өз тәжірибесімен бөліскенде сөзіңізді бөлмей немесе бағаламай мұқият тыңдау тырысыңыз. Оның көзқарасын жақсы түсіну үшін нақтылау сұрақтарын қойыңыз. Екіншіден, енді сезімталдық тәжірибесі. Өзіңізді басқа адамның орнында елестетуге тырысыңыз. Оның жағдайында сіз өзіңізді қалай сезінер едіңіз? Сізде қандай ойлар мен эмоциялар болар еді? Үшіншіден, мәдени айырмашылықтарды зерттеу. Мәдениеттер арасындағы айырмашылықтарды түсіну және қабылдау бізге сезімталдық болуға көмектеседі. Кітап оқу, көркем фильмдер көру және әртүрлі мәдениеттерді адамдармен сөйлесу біздің көкжиегімізді кеңейтеді. Төртіншіден, өзің көрсету. Әртүрлі жағдайларда реакцияларыңыз бен сезімдеріңізді талдаңыз. Бұл сізге өз эмоцияларыңызды жақсы түсінуге көмектеседі. Сондықтан басқаларға жанашырлық танытады. Қорытындылай келетін болсақ, сезімтал бұл жай ғана дағды емес. Бізді жеке және ұжымдық түрде жақсартатын маңызды қасиет. Бұл бізге терең және мағыналы қарым-қатынас орнатуға, қолдау көрсететін жұмыс орталарын құруға және әлемді мейірімді және әділ етуге көмектеседі. Бүгін бізге қосылғаныңыз үшін рахмет, достар. Әрине біз сенімен бірге күннен күнге, енді күнге емес, енді аптасына бір рет бір осындай мағыналы тақырыптар және де денсаулыққа арналған тақырыптарды сәулеге шығарып отырамыз. Бізге тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Біздің подкастта, енді бағдарламамызда плейлистерге кірсеңіздер, денсаулық жайлы плейлист бар, кішігірім бейне жазбалар бар, видеороликтер. Соларды көрсеңіздер болады. Қосымша ақпарат сонда. Және де сұрақтарыңыз болса, біздің бейнежазбаның бетінде де және де астында да WhatsApp-қа сілтемеміз бар. WhatsApp нөмірімізге жазып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Келесі шығарылымда біз моральдық тақырыптарды талқылауды жалғастырамыз және тағы бір маңызды аспектіні қарастырамыз. Сол тақырыпты жіберіп алмауға тырысыңыз, достар. Біздің подкасттар ұнаса, лайк басып қойыңыздар және де бағдарламаның астында комментарияны қоюға ұмытпаңыздар. Басқалармен де бөліссеңіз, біз сіздерге алғыс білдіреміз. Бізбен болғандарыңызға тағы да алғыс білдіріп, келесі жолға дейін сау саламатты болыңыздар дейміз.